Алға мектеп гимназиясы Ақтөбе облысы Алға қаласы Байтұрсынов көшесінде 2018 жылы бой көтерді. Алға мектеп гимназиясында 727 оқушы білім алуда. Мектеп ұжымында 78 педагог сапалы жұмыс атқарады. Оның ішінде 21 педагог зерттеуші, 26 педагог сарапшы, 16 педагог модератор санатындағы мұғалімдер. Мектеп типтік 3 қабаттан тұратын мекемеде орналасқан. Мектепте жалпы 35 оқу кабинеті бар. Барлық бөлмелер заманауи жиһаздармен жабдықталған. Оның ішінде жаңа модификациялық кабинеттер: 1 физика, 2 химия, 1 биология, 6 мультимедиа, 4 информатика кабинеттері. Мектеп гимназия 11 интерактивті тақтамен және жоғары жылдамдықты интернет оптима желісіне қосылған. 246 компьютермен жабдықталған. IT кабинет мен робототехника кабинеті бар. Мектеп гимназия радио бөлмесімен және хабар тарату жүйесімен жабдықталған. Мектепте баланың оқуына және тұлғаның шығармашылық дамуына мүмкіндіктер жасалған. Оның құрамында спорт зал саны 2, бастауыш класс және орта буынға арналған спорт зал ауданы 288 шаршы метр. Дәрігерлік пункт, кітапхана, асхана 120 орынға есептелген. Акт зал 160 орындық. Имарат ауласындағы спорт алаңы, волейбол, баскетбол алаңы 448 шаршы метр. Ұзындыққа секіру алаңы 91,25 шаршы метр. Жүгіру алаңы 1135 шаршы метр. Гимнастика алаңы 640 шаршы метр. Алғашқы әскери дайындық алаңы, футбол алаңы 2400 шаршы метр. 2022 жылдың 15 сәуір күні рухани жаңғыру бағдарламасының 5 жылдығына орай мектебіміздің мұражайының салтанатты түрде ашылуы өткізілді. Мұражай тарихи ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, тағы да басқа мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқарады. Бұл мұражайға ұмыт болып бара жатырған ұлттық бұйымдарымыз және мектебіміз ашылғалы бері осы күнге дейінгі ұстаздардың және оқушылардың аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі жеткен жетістіктері сақталатын болады. Атап айтсақ, республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңінде 15 оқушымыз жүлделі орындарды иеленсе, олимпиаданың облыстық кезеңінде 3 оқушымыз жүлделі 1, 2, 3 орындарға ие болды. Ал 11 Г сынып оқушысы Атағұлла Нұрсұлтан республикалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының облыстық кезеңнің 1 орын, республикалық кезеңнің 2 орын иегері атанды. 11 Г сынып оқушысы Базарбаев Қостәулет республикалық президенттік олимпиаданың облыстық кезеңнің жеңімпазы. 3 Д сынып оқушысы Мәлік Алина зерде ғылыми жобасының облыстық байқауының гран-при иеленіп, республикалық байқауға жолдама алды. Бұдан бөлек оқушыларымыз көптеген аудандық, облыстық, республикалық байқауларда өз білімдерін дәлелдеп, мектеп абыройын асқақтатып, жоғары дәрежелі дипломдармен марапатталды. Ерекше атап өтер жетістіктеріміздің қатарында мектебіміздің 11 сынып оқушылары Шәудірбаев Мейрамәлі математика бағыты бойынша, Арманбекова Меруерт шығармашылық бағыты бойынша, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің гранттарын жеңіп алды. Еліміздің бүгіні мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты бүгінгі таңда жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары, өз бетімен ізденуге қабілетті етіп қалыптастырудың бірден-бір жолы оқушыны шығармашылыққа жетелеп, өздігінен білім алуға тәрбиелеу. Қай елдің болсын өсіп өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа сапалы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы.